Армысың асылтым. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Мына келіншекке де сәлем дейік. Мен мына нәрсені айтайын. Мен екіқабат кетіп қалғам. Өйткені аян көргем. Түсімде 3 бала шағаммен бөтен әйелді ана деп отыр. Жаңағы күйеуім сол әйелмен отыр. Енді қазір 7-8 жылдан кейін белгілеп отыр, дуа бір бәле сиқыр деп. Мен 2 жыл жылағам, бөпем босандым, 2 жыл еңіреп жыладым. Маған осы уақытқа дейін бір хабарласқан да жоқ. Сотқа бергенде мені кінәрат етті. Бір тиын алимент төлемеймін да, сен жаңағыдай жәлепсің, бір бәлесің, шір бәлесің, берген сперма үшін алғыс айт. Бала бітірген үшін деп өзінше жаңа кісілік жасап. Ол менің жағдайым. Енді Құдайға мың шүкір, мың тәубе, аруақтарыма алғыс білдірем. 2 жыл жылап еңіредім. Бірақ мен өліп қалған жоқпын. Қарап отырсаңдар. Ғалыммен көріп отырсам, мен тірімін, қызымды өсіріп отырмын. Құдайға мың шүкір, мың тәубе. Жәлептік істегенде жоқпын. Туалет дәретхана жусам да, біреудің боғын жусам да, нан тауып, маңдай термен қызымды асырап, жалғыз өзім. Басында енді әпкем көмектесті, бірақ кейін демал деді. Сонымен тез аяқ қолымды жинап алдым, тез өмірге әрекет жасай бастадым. Сондықтан қанша адамдар сатып кетті, қанша еркектер алдап кетті, қанша қыздар жаңағыдай алаяқ қыздарға душар болдым. Бәрінен өтіп келатырмын, бірақ өліп қалған жоқпын. Қызымды оқытып жүрмін, 2 сыныпты 5-ке бітірді, алғыр қызым. Еркек сұрап жүрген жоқпын. Құдайға мың шүкір, мың тәубе. Сол үшін сізге айтарым, мейлі жылаңыз, 1 жыл жылаңыз, 2 жыл жылаңыз, 10 жыл жылаңыз, жылап болыңыз. Бірақ мен қазір күлкім келеді сол 2 жыл жылағаныма. Оданша жоқ, шын айттым, махаббат не үшін ол келеді? Өйткені оның бәрі сынақ. Сізді Құдай солай сынайды. Неғұрлым тез ұмытсаңыз, соғұрлым бақытқа кенелесіз. Әрине, оны айту оңай. Қыз жібекте 8 жыл сергелден күтеді ғой төлегенін. Сондықтан бұл жерге тек уақыт емші сізге.